Сәлем достар, сіздермен EasyKZ. Инвестиция, қаржылық сауаттылық тақырыбын қазақша, қарапайым тілмен жеткізетін арна. Бүгінгі тақырып әлемді дүрліктіріп отырған ақш-та өткен сайлауға байланысты болмақ. Көпшілігіміз білеміз, биылғы жылы ақш-тың 47-ші президенттігіне Камала Харрис пен Дональд Трамп тартысып, жеңіске Трамп қол жеткізді. ақш-тың саясаты тек американдықтардың ішкі жағдайына ғана емес, әлем елдерінің саясатына және қор нарығына үлкен әсерін тигізіп жатады. Осыған орай, бүгін біз Трамптың жеңісінен кейін қор нарығынан қандай өзгерістер күтсек болады? Қай секторларға Трамптың саясаты әсерін тигізеді? Қандай тәуекелдерді ескеру керек деген сұрақтарды талқылайтын боламыз. Тақырып сіздерге қызық болса, қолдау ретінде видеоға лайк басып, пікір қалдырып, арнаға тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің кері байланыстарыңыз мен үшін өте маңызды. Әрбір сайлаудан кейін ақш қор нарығы уақытша тұрақсыздықтарға ұшырап жатады. Осыған орай, көптеген инвесторлар нарықта не боларын болжап, алдын ала қадамдар жасап жатады. Бүгін Трамптың жеңісінен кейін қор нарығынан қандай өзгеріс күтсек болады? Аналитиктердің болжауынша, Трамптың жеңісі қор нарығына бірден әсер ететін соққы болмақ. Тарихқа үңілсек, республикандықтардың билікке келуіне нарық әрдайым оң жауап қайтарған. Трамптың бизнеске негізделген саясаты, оның ішінде салықтарды қысқартуы, дерегуляциясы нарықтағы кейбір секторлардың өсуіне әкелуі мүмкін. Енді Трамптың жеңісінен кейін нарықтан не күтуге болатындығын қысқаша айта кетейік. Біріншіден, доллардың нығаюы. Әдетте, бизнеске ыңғайлы ортаның қалыптасуы ақш долларының нығаюына әкеледі. Өйткені, инвесторлар өсіп келе жатқан экономикадан пайда табуға тырысады. Екіншіден, пайыздық мөлшерлемелердің артуы мүмкін. Экономика өсіп келе жатқандықтан, инвесторлар Федералды резервтік жүйе Трамп әкімшілігі кезінде жоғары пайыздық мөлшерлемелерді сақтайды деп күтуде. Ал ол дегеніміз ақш-тың қазынашылық облигацияларының кірістілігінің жоғарылауына әкелуі мүмкін. Үшіншіден, ақш акцияларының бағасының күрт өсуі. Инвесторлар корпоративтік салықтың төмендеуі және дерегуляциялау мүмкіндігін ескере отырып, ақш акцияларының қымбаттауына әсерлерін тигізуі мүмкін. Өсім әсіресе қаржы, энергетика, технология салаларында ерекше байқалады деп күтіледі. Қысқаша айтқанда, қысқа мерзімді перспективада Трамптың билікке келуі нарыққа оң әсерін тигізбек. Ал оның саясатына сәйкес келетін салалар ерекше өсімді көрсетуі мүмкін. Енді, қандай салалардың Трамптың билік етуі кезінде көбірек өзгерістерге ұшырауы мүмкін екендігін қарастырайық. Бірінші атап өтетін сала қаржы саласы. Трамптың дерегуляцияға ұмтылуы банк және қаржы саласында қызмет ететін ұйымдарға пайда әкелуі мүмкін. Несиелендіруге және қаржы өнімдеріне шектеулердің азаюы компаниялардың пайдасын өсіретіндігі айқын. Келесі өзгеріске ұшырауы мүмкін сала ол энергетика және табиғи ресурстар саласы. Трамп ұзақ уақыт бойы қазба отындарын пайдалануды қолдап келеді. Әкімшілік экологикалық нормалардан бас тартуына байланысты мұнай-газ компанияларының өсімі жалғасатындығына сенуге болады. Технология саласы да Трамптың билігі кезінде дамуын жалғастырады деп сенуге болады. Технологиялық сектордың Трамптың бизнесті қолдау саясаты негізінде артықшылықтарға ие болғанымен, антимонополияға қатысты шешімдердің негізінде қиындықтарға да ұшырауы мүмкін. Алайда, салықтың төмендеуі жалғасатын болса, ал нормативтік құқықтық орта оңтайлы болып қала берсе, технологиялық компанияларда өсімін жалғастыруы әбден мүмкін. Соңғы айта кететін сала ол денсаулық сақтау саласы. Негізінен, денсаулық сақтау саласының жағдайы бірыңғай емес.
Кейбір компаниялар нарыққа бағытталған тәсілдерден пайда көруі мүмкін болса, басқалары, әсіресе мемлекеттік бағдарламаларға тәуелді компаниялар, егер Трамп денсаулық сақтауды қаржыландыруды қысқартуды талап етсе, біраз қысымға ұшырауы мүмкін. Бұл айтылған салалар тек Трамптың жеңісінен кейін ерекше өзгерістерге ұшырауы мүмкін салалардың бірі ғана. Алайда, Трамптың билікке келуімен бірге қор нарығындағы инвесторлар қандай тәуекелдерді ескерулері керек, соған тоқтала өтейік. Трамптың саясаты тек перспективаға ғана емес, басқа да келеңсіз жағдайларға толы болуы мүмкін. Бірінші атап өтетін тәуекел сауда соғысымен байланысты. Трамптың халықаралық саудаға деген көзқарасы басқа елдермен, әсіресе Қытаймен шиеленісті тудыруы мүмкін. Тарифтер мен сауда соғыстарының қаупі технология, автомобиль және ауыл шаруашылығы сияқты салаларға әсер ететін әлемдік нарықтарда белгісіздік тудыруы мүмкін. Келесі тәуекел қарыздың ұлғаюымен байланысты. Салықты төмендету және дерегуляция қысқа мерзімді перспективада экономикалық өсуге тиімді болғанымен, мемлекеттік қарыздың өсуіне әкелуі мүмкін. Егер үкімет тапшылығы жалғаса беретін болса, бұл инфляциялық қысымға әкелуі мүмкін. Ал ол нарықтың ұзақ мерзімді тұрақтылығына әсер ететін болады. Трамптың саясаты әлемдік нарықтардағы белгісіздіктерді тудыруы да мүмкін. ақш нарығы жақсы жұмыс істеуі мүмкін болғанымен, егер Трамп Америка бәрінен бұрын деген саясатына назар аударуды жалғастыра берсе, басқа аймақтар турбуленттікке тап болуы мүмкін. Жаһандық жеткізу тізбегінде үзілістер пайда болып, дамушы нарықтар мен халықаралық саудаға тәуелді секторлардағы тұрақсыздықтарға соқтыруы мүмкін. Қысқаша айтқанда, Трамптың экономикалық саясаты экономикалық өсуді ынталандыруы мүмкін болса да, сауда шиеленістеріне, инфляцияға және мемлекеттік қарыздың өсуіне байланысты тәуекелдер ұзақ мерзімді перспективада құбылмалылыққа әкелуі мүмкін. Қорытындылайтын болсақ, Трамптың жеңісінен кейін нарықта келесідей өзгерістерді күтсек болады. Біріншіден, қысқа мерзімдік нарықтың өсімі. Ол әсіресе қаржы, энергетика, технология салаларында ерекше байқалуы мүмкін. Екіншіден, ұзақ мерзімді перспективада салықтардың қысқаруы дерегуляция әсерінен нарық өсуі мүмкін. Алайда, инфляция, сауда соғыстарымен байланысты тәуекелдер әрдайым өзекті болып қала береді. Үшіншіден, тарифтердің әсері бар салалар мен әлемдік нарықта белгісіздік пен волатильдік әрдайым сақталатын болады. Бұл жағдайда инвесторлардың диверсификация саясатын ұстанып, Трамптың қолдау көрсететін салаларына ерекше назар аударып, қысқа уақыттық нарықтық тұрақсыздықтарға дайын болғаны абзал. Осымен видео соңына келіп жетті. Видео сіздерге ұнап, пайдалы болып жатса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің кері байланыстарыңыз мен үшін өте маңызды. Сіздерді келесі видеоларда күтетін боламын.